Сәлем YouTube көрермендері, сіздермен бірге Мади Қаспан арнасы. Бүгінгі видеода Redmi телефонында қалай телефонды қара ақ түсті фонға ауыстыру туралы айтатын боламын. Жалпы телефонда қара ақ черно-белый фонға қоюдың маңызы ол көзге деген көзге түсетін күшті азайтады. Сондықтан көзге жаңағы қатты бір күш түсіре қоймайды. Оны біз Redmi телефонында, менің жағдайымда Redmi Note 9 Pro телефонында оны қалай жасаймыз? Алдымен біз настройкаға кіреміз, яғни баптаулар бөліміне. Негізі бұл жерде менің телефонымда бас көрініп тұр, бірақ мен алдымен настройкаға кіріп сіздерге көрсетейін. Настройканың ішінде цифровое благополучие деген бар. Яғни бұл сіздің телефонда қаншалықты отырсыз соны анықтайды. Осы жерде ночной режим дегенге кіреміз, яғни түнгі режимге. По расписанию дегенді басамыз. Егер күні бойы қосылып тұруды қаласаңыздар, по расписанию басасыз. Содан кейін мына жерде міне көрдіңіздер, мен қойылып қалдым, өйткені мен бұл жерде бұрын қойғанмын. Оттенки серого деген бар. Яғни бұл басында қосылмай тұрған, осыны басамыз. Содан кейін, яғни оттенки серого дегеніміз қосылады. Уақытын белгілейсіз. Мен таңғы 7-де басталып, 6:58-де аяқталады дедім. Яғни 2-ақ минут қойдым арасында, өйткені күні бойы қосылып тұру үшін. Осыны қосып қоямын. Сол кезде мына не беспокоит дегенді өшіріп қоясыз. Өйткені не беспокоит дегенді бассаңыз, телефоныңызға келген қоңырауларды ештеңені естімей қаласыз. Сондықтан оны қоспай қоямыз. Сол кезде енді телефоныңыз қара ақ түсті болып тұрады. Көзіңізге түсетін күш азаяды. Телефоныңыз черно-белый форматта жұмыс істейтін болады. Осы видео пайдалы болды деп ойлаймын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Каналға жазылыңыздар. Лайк басып, пікір қалдырып, сұрақ қойсаңыздар, қуана жауап беремін. Сау болыңыздар.